баршаңызға сіздермен бірге доктор терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге лимон қосылған судың асқазанға және организмге керемет 6 пайдасы туралы айтамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лимон қосылған суды қолдануға болмайтын жағдайлар, егер сізде цитрус өсімдіктеріне аллергия болса, немесе гастрит, язва, герб ауруларының өршу кезеңі болатын болса. Бұл кезде шырышты қабаттың зақымдалуы болады. Шырышты қабат зақымдалған кезде лимон қосылған суды ішетін болсаңыз, шырышты қабаттың тітіркенуіне, аурудың одан әрі өршуіне алып келесіз. Сондықтан осы жағдайларда қабылдауға болмайды. Лимон қосылған судың организмге пайдалары туралы айтсақ, біріншісі асқазан қышқылдылығын жоғарылатады. Асқазан қышқылдылығы төмен болуының белгілері балалар және үлкендер арасында аллергиялық реакциялар, белок сіңбеуі, тамақтанғаннан кейін, әсіресе белок қосылған тағамдарды қабылдағаннан кейін асқазандағы ауырлық сезімінің болуы, ауыздан жағымсыз иіс шығу бар. Балалар арасында таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін ауыздан жағымсыз иіс шықпау керек. Егер сондай жағымсыз иіс шығатын болса, асқазан қышқылдылығының төмен болуының бір белгісі болуы мүмкін. Асқазан қышқылдылығы төмен болған кезде белок сіңбейді. Белок сіңбеуінің белгілері ерте қартаю, әжімдердің ерте пайда болуы, шаштың түсуі. Организмде белок сіңбегеннен кейін минералдар мен элементтердің дефициті пайда болады. Себебі В9, В12, витамин С, темір үшін белоктың деңгейі жақсы болу керек. Және осы элементтердің сіңімділігі жақсы болу үшін әрине белок деңгейі жақсы болу керек. Бұл элементтердің жетіспеушілігі үнемі шаш ағыштық, шаштың ерте ағаруы, энергияның болмауы, тағы басқа белгілер болып табылады. Организмдегі осы дефициттерді толтыруды лимон қосылған суды қабылдаудан бастағаныңыз дұрыс болады. Егер сізде темір жетіспеушілікті немесе В12 жетіспеушілікті анемия болатын болса, сіз темір препаратын қабылдағаныңызбен белоктың деңгейі төмен болатын болса, ол әрине сіңбейді, деңгейі көтерілмейді. Сондықтан жалпы белок деңгейін қан анализін тапсырып анықтау керек. Қышқылы асқазанда тұз қышқылының бөлінуін жақсартады және осы витаминдер, микроэлементтер сіңімділігін арттырады. Асқазан қышқылдылығын нақтырақ білгіңіз келетін болса, тәуліктік pH-метрия зерттеуін жасатуға болады. Бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін: лимон қосылған суды неше рет ішу керек деген. Сіз лимон бөліктерін суға қосып ішсеңіз де болады, немесе лимон суын, бір шай қасық лимон суын бір стакан суға араластырып ішуге болады. Басында аз-аздан бастау керек, организмді үйрету керек. Содан кейін лимон суын көбірек қосуға болады. Лимон қосылған суды тамақтанудан 30-40 минут алдын ішкеніңіз организмге өте пайдалы. Сіз сол арқылы асқазанды ас қорытуға дайындайсыз. Қалыпты жағдайда асқазанда pH-ы қышқылды орта болу керек, яғни 1-ден 3-ке дейін. Егер pH 5-5 болатын болса, бұл нейтральды орта, 6-7 болатын болса, сілтілі орта болады. Асқазанда сілтілі орта болмау керек, себебі ол Helicobacter pylori бактериясының дамуына алып келеді. Ал ол Helicobacter pylori ойық жараның пайда болуына алып келетін бір себеп. Егер сізде гастриттің даму себебі стресс болатын болса, әрине бұл кезде асқазан қышқылдылығымен мәселе болмайды. Себебі стресс кезінде қанда кортизол мен адреналин деңгейі жоғарылайды, ал ол симпатикалық блуждающий нервтің қозуына әсер етеді. Бұл нервтің қозуы асқазанда тұз қышқылының бөлінуіне әсер етеді. Асқазан қышқылдылығын өлшейтін тәуліктік pH-метрияны жасатуға көбінің мүмкіндігі болмауы мүмкін. Сондықтан қан анализіндегі жалпы белок, ферритин және нәжісті анализі капрограммадан белоктың сіңірілуіне қарап анықтауға да болады. Лимон қосылған судың организмге екінші пайдасы бұл ішекте сілтілі ортаны қалыптастырады. Лимон қосылған су ішкен кезде асқазанда тұз қышқылы бөлінуі жоғарылайды және 12 ел ішекте Кребс циклы бойынша аш ішекке өткеннен кейін лимон қышқылы сілтілі ортаны қалыптастырады. Ішекте сілтілі орта болу керек. Сол кезде
сибір, сигір, яғни грибок бактериялардың деңгейі жоғарыламайды. Егер олардың деңгейі жоғарылайтын болса, әрине әртүрлі аурулардың пайда болу себебі бұл. Білесіздер, иммунитеттің 80% ішекке байланысты. Қосылған судың үшінші пайдасы суды көп ішпейтін адамдарға пайдалы болып табылады. Себебі лимон қосылған судың дәмі жақсы болғандықтан көбіне ұнайды сол су. Егер сіз суды көп қабылдамайтын болсаңыз, әрине теріңіз құрғақ, әжімдер, терідегі әртүрлі бөртпелердің пайда болу себеп болып табылады. Себебі су организмдегі токсиндерді организмнен шығарады. Төртінші пайдасы дефициттердің алдын алу. Оларды айтып өткендей, B9, B12, витамин С, темір, мед, цинк барлығының сіңімділігі үшін белоктың деңгейі керек. Белок деңгейі жақсы болу керек. Ал белок деңгейі жақсы болу үшін асқазан қышқылдылығы қалыпты болу керек. Бесінші пайдасы лимонның құрамындағы биофлавоноидтар. Оның бір түрі гесперидин болып табылады. Ол тамырдың қабырғасын нығайтады. Сондықтан гипертониктерге және варикозды кеңею болатын болса, купероз, розация кезінде жақсы көмектеседі. Алтыншы пайдасы бүйректе тас пайда болуының алдын алады. Әрине бұл жерде кальций тастары туралы айтылып жатыр. Лимон қышқылы тұздары кальциймен байланысып организмнен шығарылады. Егер сіз суға күнделікті лимон қосып ішетін болсаңыз, организмдегі өзгерістерді байқасаңыз, комментарияға жазып қалдырыңыз. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.